Онда осылай тұра берсін. Көрінетін шығар оларға. Хош, бейне. Сейчас, ne? Мен жазғым келіп. Бұл құтылып тастайын деп жатырмын мынаны. Қайта қайта сабақ, қайта қайта семинармен жүр. Әсел мұғалім, видеосы көрінбей тұр, иә? Мұғалім қалыңыз қалай? Бастай Қалың беріңіз. Аха, жақсы. Аха. Оқушылар көрінді. Қалқындаймыз бала. Жақсы. Құрметті оқушылар, бүгін біз 10 сыныпқа арналған сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екінші топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттері. Яғни нақты айтатын болсақ, екінші А топ элементтерін өтеміз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың мақсаты екінші топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіре алатындай дәрежеде болуымыз керек. Құрметті оқушылар, осы екінші А топ элементтеріне тоқталатын болсақ, бұл топта бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий элементтер орналасқан, және де жоғарыдан төмен қарай период нөмірі өскен сайын көріп отырсыңдар, кейбір физикалық қасиеттерінде өсу, ал кейбір физикалық қасиеттерінде азаю байқалады. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, жоғарыдан төмен қарай атом радиусы өседі, және осыған орай металдық қасиет күшейеді. Ал жоғарыдан төмен қарастыратын болсақ, мысалы иондану энергиялар азаяды, және де бұларда негізінен электр терістілік қараймыз, ең соңғы бағанға электр терістілік кемейді. Бұл жерде айта кету керек, иондану энергиясы азайған сайын элементтердің тотықсыздандырғыш қабілеті артады. Міне осы 5 қасиет көрініп тұр, содан қарап танысуларыңызға болады. Бұл нені білдіреді, иә? Атом радиусы неге өседі? Себебі бізде деңгей саны өсіп отырады. Бериллийде 2 деңгей электрон болса, магнийде 3, кальцийде 4, және басқаларында соған сәйкес көбейіп отырады. Және де соңғы деңгейдегі электрон саны өзгермейді, әрине. Соңғы деңгейдегі электрон саны 2-2-ден. Бұл элементтер сілтілік жер металдар деп аталады. Яғни аты айтып тұрғандай, металдар бізде электрон беруге бейім болып келеді. Және де бериллий мен мысалы магнит салыстыратын болсақ, магнит жылдамырақ береді 2 электронды. Бірақ ең төменгі орналасқан, негізінен біз радиоактивті элемент радийді көбінесе қарастырмаймыз. Көбінесе біз бариймен тоқталамыз. Бериллий мен барий салыстыратын болсақ, әрине барий ең жылдам береді 2 электронын, себебі ода 6 деңгей электрон. Ал электр терістілікке келетін болсақ, электр терістілік бұл бейметалдарды сипаттау үшін қолданылады. Бұрынғы 8-ші класста беріледі ғой, электр терістілік ұғымы. Сондықтан әрине бұл электр терістігі өскен сайын бейметалдық өседі. Ал металдарда жоғарыдан төмен қарай металдық қасиет өсетіндіктен электр терістілік кемейді. Міне 1,5-тен 0,9-ға. Так, осы физикалық қасиеттерінен басқа келесі. Иә, бұл элементтер периодтық жүйенің екінші А топ элементтеріне жатады. Жаңа айтып өткендей, радиоактивті элемент, сыртқы деңгейлерінде 2 электрон бар. Сондықтан бұл элементтер тұрақты түрде 2 деген валенттілік көрсетеді. Соған сәйкес +2 тотығу дәреже көрсетеді. Мұны осы жерде айтылып тұр, иә, күшті тотықсыздандырғыш екендіктері, оңай балқитын күміс түсті металдар. Мектеп зертханаларында кальций бар.
қатты болып келеді. Негізінен мына бірінші топ элементтерімен салыстыратын болсақ, бірінші топта бізде сілтілік металдар орналасқан: литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Олардың аты сілтілік металдар. Ал екінші топтікі сілтілік жер металдар деген қосылады. Бірінші топқа қарағанда екінші топ металдарының металдық қасиеті әлсіздеу. Бірақ бұлар да периодтың басында тұрғандықтан басқа металдарға қарағанда күшті металл болып табылады. Бірақ қайтадан қайталаймын, бірінші топпен салыстыратын болсақ, бұлар әлсіздеу металға жатады. Бірінші топ металдардың сыртқы деңгейінде бір ақ электрон, ал бұл топ металдарында екі электрон. Және де физикалық қасиеттердің кейбір ерекшелігін айтатын болсақ, бірінші топ металдар өте жұмсақ, пышақпен оңай кесіледі. Натрийді көрген боларсыздар, пластилин тәрізді болып келеді. Ал екінші топ металдары, олар ондай емес, олар қатты болып келеді. Периодтық кестедегі орындарына жалпы сипаттама беретін болса, қарап шығайық балалар. Периодтық кестенің екінші тобының металдары екеуі де магний мен кальций. Көбінесе біз бұл екінші топты қарастырғанда магний мен кальцийге тоқталамыз. Себебі бұл екі элемент биологиялық маңызы зор элементтер. Олардың реттік магниттік 12, кальцийдің реттік нөмірі 20, атомдық массалар 24, магниттікі, кальцийдікі 40. Және электрондық конфигурациялар екеуінікі де ұқсайды. Сыртқы деңгейлері ұқсас, қайталанады: 3s2, 4s2. Бірақ енді магнийде 12 электрон, кальцийде 20 электрон. Табиғатта таралуын қарастырайық балалар. Магний табиғатта таралу бойынша 8-ші орында. Жалпы негізі магний бұл теңіз құрамында көп болады. Яғни теңіз құрамындағы тұздардың құрамында көп кездеседі. 200-ге жуық минералдары бар. Негізгілері мысалы магнезий, доломит. Және де кальцийға қарастыратын болсақ, кальций 5-ші орында таралу бойынша. Адам ағзасында көп кездесетін элемент кальций, ол макроэлементке жатады. Кальций жер қыртысында негізгі қосылыстары кальций тұздары, олар әктас, кальций цуш, сосын тағы да қандай қосылды, ғаныш дегені бар, кальций С4 көбейтілген 2H2O. Жалпы осындай қосылыстар көп кездеседі. Бірақ адам ағзасында кальций фосфор оттектің қатынасы фосфориткіндей болады. Кальций 3, по4, 2. Яғни сол формулаға сәйкес қатынасындай болады адам ағзасының сүйекте. Міне физикалық қасиеттері. Енді мектептеріңізде бар шығар, магния пластинкалары болады. Негізінен пластилин тәрізді болмайды, бұлар жұмсақ болмайды. Мындай қатты, тез жанғыш металл магний, жарқырап жанады. Кальций ол ақ түсті жеңіл металл, қатты болып келеді. Тығыздықтарын салыстыратын болсақ, магнийдің тығыздығы көбірек, 1,739, кальцийдікі азырақ, 1,55, яғни кальций жеңілдеу. Балқу температуралар магнийдікі 1000 градустан асатын болса, кальцийдікі 840 градус Цельсияға тең. Қайнау температурасына шатастырып тұрмын. Балқу температурасы магнитке 650, ал кальцийдікі 840 градус Цельсия. Бұл екі металдың да қосылыстары тез жанатын болғандықтан және түрлі түс беретін болғандықтан фейерверк, салют атуда қолданылады тұздары. Магнийдің тұздары ақ түс беретін болса, кальцийдің тұздары жалынды қызыл кірпіш түске бояйды. Алынуын қарастырайық. Алыну болғанда бұл тарихи деректер бойынша ең алғаш магнийді ашқан Бюсси, француз химигі, 1828 жылы. Құрметті оқушылар, айта кету керек, екінші топ металдары күшті металл болғандықтан олар табиғатта бос күйінде кездеспейді, тек тұздар түрінде кездеседі, тек қосылыстар түрінде. Және де белсенді металдарын алудың ең тиімді әдісі ол электролиз. Электролиз арқылы аламыз. Басқа да әдістер бар, мысалы басқа металдармен тотықсандырып алуға болады, бірақ электролиз ең таза металл алудың ең тиімді әдісі болып табылады. Кальций мен магнийді сілтілік металдар сияқты тұздарының балқымаларын электролиз деп алуға болады. Міне теңдеуге қарайық, магний хлор-2 электролиз түзіледі магний мен хлор-2. Екеуінде жинап алып, әрі қарай қолдануға болады. Сапасы жоғары болады, таза болады.
Келесі кальцийдің алынуына қарастырайық. Дәл солай электролиз деп, мейлі кальций хлорека немесе басқадай тұзы болсын, біз электролиз деп ала аламыз. Одан басқа металдармен тотықстандырып та алуға болады бұл топ металдарын. Мысалы, алюминиймен тотықстандыруға болады, магнийді солай алуға болады. Немесе магниймен тотықстандырып бериллийді алуға болады. Немесе соңғы әдіске қарайтын болсақ, магнио плюс С. Көміртек термия деген әдісті қолдануға болады. Яғни оксидтерінен көміртекпен тотықстандырып. Бұл әдіс оқулықта берілген, оқулықта бар көміртек термия әдісі. Келесі кальцийдің маңызды қосылыстарына тоқталатын болсақ, кальций ол сөндірілмеген әк, біз оны ізбес деп атаймыз, немесе магазинде сатылады ақ түсті қиыршық тас. Біз оған су қосқанда ол қайнап борпылдақ ақ ұнтаққа айналады. Соны біз әктеу үшін қолданыламыз. Мысалы, ол айналғанда кальций уашекке айналады. Кальций уашегі сөндірілген әк немесе әк суы деп аталады. Тағы да табиғатта кальций сұлуш қосылыстары кең таралған бор түрінде, яғни тақтаға жазатын мел, әктас, мәрмәр, кальцит дейді, ұлу тас дейді, аттары көп. Яғни мынау ракушкалардың сырты бәрі осы кальций сұлушке сәйкес келеді. Фосфорит түрінде кездеседі кальций 3,4,2, флюорит. Сосын оның алдында айтып кеткен балалар қараймыз формуласына. Ғаныш кальций С4 көбейтілген 2H2O. Алебастрдың айырмашылығы оны ғаныштан алады, суын азайтады, оны 0,5H2O. Және доломит. Біз білеміз, ғаныштың қолдану саласы медицинада қолданылады, сүйектерді бекіту үшін. Сосын бюсттар жасайды, бюст. Яғни художниктар бюст лепить етіп, ғаныштан жасайды. Енді бүгінгі сабақта біз осы магний мен кальцийдің физикалық және химиялық қасиеттерін қарастыратын болғандықтан, химиялық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ең негізгі бірінші химиялық қасиеті әрине оттекпен әрекеттесу. Оттекпен әрекеттескенде оксид түзіледі. Оксидтердің формуласы периодтық кестедегі жалпы формулаға сәйкес ро немесе элемент О деп белгіленеді периодтық кестеде. Соған сәйкес магнио, кальций О түзіледі. Магнио мен кальций О. Және бұлар күшті металдар болғандықтан галогендермен әрекеттеседі, әрине, мысалы хлор, бром галогендерге жатады. Күрделі заттардан сумен әрекеттеседі, қышқылдармен әрекеттеседі. Жалпы бұл топ элементтер әрекеттесуге өте бейім. Бірақ айта кету керек, бериллий жалпы белсенділігі төмен. Яғни магний, кальций сияқты оттекпен әрекеттесуге бейім емес, сумен әрекеттесуге бейім емес, бериллий әрекеттеспейді. Магнийдің өзі дәл осы реакцияға ыстық сумен ғана әрекеттеседі, қыздырғанда немесе. Ал кальций қыздырмай-ақ та әрекеттесе береді. Мына қарап жіберейік, бейметалдардың ішінде жалғыз галоген емес, сутекпен, азотпен, және аттарын балалар қайталап отырсақ, сутекпен әрекеттескенде қатты заттар гидриттер түзіледі. Азотпен әрекеттескенде нитриттер түзіледі. Күкіртпен әрекеттескенде сульфиттер түзіледі. Фосформен әрекеттескенде фосфиттер түзіледі. Көміртекпен әрекеттескенде карбидтер түзіледі. Жалпы біз оқушыларды үйретеміз, оттек жоқ жерде біз ид деген жұрнақты қолданамыз. Ид. Оттек бар жерде ит, ат дегенге ауыстырады. Мысалы, сульфит, сульфат болып кетеді. Ал оттек жоқ бұл, барлық реакцияларда оттек жоқ. Сондықтан ид жұрнақпен аяқталып тұр. Сульфиді, фосфиді, соны есте сақтап, болашақта қолданылатындай дәрежеде болсақ. Биологиялық ролына тоқталатын болсақ, әрине магний мен кальций бұлар жоғарыда айтып кеткендей биологиялық маңызы зор элементтер. Магнийдің жетіспеушілігі көптеген ағзадағы, қалай айтсам екен, ауытқу бір проблемаларға алып келуі мүмкін. Негізінен магний бұл антистресс элементі болып саналады. Магний жетіспесе адамда тез шаршау, қажу деген сияқты сондай белгілер байқалады. Магний жетіспесе басқа дәрумендердің сіңірілуі азаяды. Сондықтан магнийді тұрақты түрде негізінен ішіп отыру деген кеңес беріледі.
әсіресе балалар емес, енді кішкене үлкен жастағы адамдарға. Кальцийға айтатын болсақ, кальций адам ағзасына көп мөлшерде таралған. Ол сүйекте, тісте, қан құрамында болады. Бұл жерде айта кету керек, балалар жас ұлғайған сайын, мысалы ата әжелерің болса, ата аналарын, иә, оларда кальцийдің сіңірілуі азаяды. Сондықтан тұрақты түрде олар кальций витаминін қабылдап тұру керек. Мынандай аурудың бір белгісі бар, иә, сүйектер мынандай рыхлый болады. Остеопороз дейді. Кальцийдің азаюы байқалады сүйекте. Сондықтан бұл элементтерді тағам құрамында немесе витамин түрінде қабылдаған дұрыс. Магний ол теңіз өнімдерінде көп болады. Және магний балалар өсімдіктер үшін өте маңызды. Өсімдіктерде магний жетіспесе, фотосинтез процесі баяулайды. Ал кальций ол сүт өнімдерінде көп болады. Сүт өнімдерін, әсіресе дайын сүт түрінде емес, солардың өнімдерін, яғни кефир, айран немесе творог түрінде пайдаланған дұрыс. Әйтпесе, сүйек әлсіз болады, тіс те онша сапалы болмайды балада. Қолдануын қарастырайық, балалар. Магнийдің құймалары авиацияда қолданылады, машина жасауда. Магнийдің өзі жеңіл металл болғанымен, құйма түрінде ол қатты болып келеді. Бірақ сонымен қоса түсі мынандай күміс түстес болады. Яғни авиацияда өте кең қолданылатын құймалар оның. Кальций құймалары жоғары сортты болат алу үшін қолданылады. Я, подшипниктер жасалынады кальцийден құймаларынан. Кальций мен магний химия өндірісінде зертханаларда тотықсыздандырғыштар ретінде қолданылады. Жаңа біз магнийді көміртек термия, алюминий термия әдісімен алады дедік қой. Дәл солай басқа металдарды, яғни белсенділігі төмен металдарды кальций мен магниймен тотықсыздандырып алуға болады. Сол үшін қолданылады. Мына жерде кейбір болды, жалпы осы балалар. Әрі қарай Әсел мұғалім жалғастырса. Құрметті оқушылар, сәлеметсіздер ме? Мынау тақтада тұрған мұғалім жаңағы бетті қоя салшы, жұмыс парағы. Жақсы, анау ма? Жоқ, төмен ба? Енді Осы көрінеді, кішкене масштабын үлкейте салыңыз. Жақсы. Енді таңертең ғана жіберілгеннен кейін мен жаңа жұмыс парақтарын жіберген болатынмын. Шығарып үлгердім екен. Шығарып үлгерсе балаларға таратып берсеңіздер. Енді бізде осы тақырыптың қорытындысы ретінде осындай 10 баллдық тапсырма, яғни бұл жұмыс парағы. Бізде балалар әдеттенгендей тапсырмаларды орындауға. Қазір мен осы тапсырмаларды таратып беремін, сіздер де таратып беріп, орындап шықсаңыздар. Одан кейін тапсырманы орындап болғаннан кейін балалар бірімен бірі ауысып, бірінің жұмысын бірі тапсырып, тексеріп, жаңа бір-бірін бағалайтын болады. Я бүгінгі күнді жазамыз, аты жөніңізді жазамыз, сосын тапсырманы орындаймыз. Ал жұмыс парақтарын орындай беріңіздер. Бұл жерде мынандай тапсырмалар бар. Бірінші тапсырма элемент пен электрондық конфигурациясын сәйкестендіру. Яғни бұл жерде 4 элемент берілген. Төртеуіне қайсысы А, Ә, Б, В нұсқалар сәйкес келеді. Астына жазылған білімде балалар. Одан кейін екінші тапсырмада бұл торымды толықтыр дейді. Бұл жерде мәтін берілген. Екінші А топ элементтеріне, яғни қай элементтер жатады жазып шығамыз бұл торымға. Одан кейін бұл топтың барлық элементтері сілтілік
металдар болып табылады, яғни цистілік жер металдар ғой, тұрақты тотығу дәрежесі қандай екенін көрсетесіңдер. Магний менен тағы қай элемент мысалы өсімдіктердің жаңағы ұлпаларында кездеседі, яғни бұл формуларды толықтырамыз сөйлемді оқып отырып. Ары қарай келесі үшінші тапсырма бізде бұрыш және бұрыс жауап береміз, иә. Бесінші тапсырмада цистілік жер металдарын қолдануын толық жаз. Қолдану саласынан бір екі-үш мысал келтірсеңдер болады. Содан кейін алтыншы тапсырмада неліктен цистілік жер металдарының барлығы екі валентті? Сол сұраққа жауап береміз. Жетінші тапсырма гидроксидтердің қасиеттері қандай? Гидроксидтер берілген, соның қасиеттерін болжап жазасыңдар. Сегізінші тапсырма кальций хлориді, магний хлорид, барий сульфатының формулаларын жазыңдар. Яғни бұл жерде мәтіннің күйінде берілген формуламен жазамыз. Келесі тоғызыншы тапсырма оксидтердің суда ерітілген салыстырыңыз дейді. Және соңғы тапсырма 10-шы кестені толықтыр. Бұл жерде берілген қосылыстардың, яғни минералдардың атауларын атау керек болады. Ал кірісеміз, біз ылғи 10 минут қалған кезде бір 8 минут шамасында орындаймыз. Бағалап, аяқтарында уақытымыз қанша қалды екен, ұзандатайық. 2 минут шамасында өтуіміз керек. Мынау болады. Марлен жас. Орындап жатырмыз ба, балалар? Орындаймыз. Орындаймыз. Так, балалар, сабақтың басындағы тесттерін ол өткен тақырып бойынша қайталау болған еді. Ал орындаймыз. Орындап болғандарың болса жауап беруге болады. Bütün бірімізбен біріміз алысып тексереміз, иә? Қоңырауға дейін аяқтауға тырысыңдар. Оңай сұрақтар ғой. Марлен жазамыз.
Al bir tapsırmаны оқып жүрсек балалар, бірінші тапсырмада қалай болады? Берілгендігі А, біресе белгісі. Варианттарын айта аламыз. 2 магний А, Аға сәйкес келеді, үшінші кальций В-ға сәйкес келеді, және стронций В-ға сәйкес келеді. Жақсы. Осы орынды толтыр, екінші тапсырма. екінші арқы элементтері Жақсы. Так, мәтін оқымай қойған көрі, иә? Дұрыс, бұрыс. Екінші топ элементтері плюс 2 топ зависимость ете ма? Да, жақсы. Магний құрылықта қолданыла ма? Сәттілік. Так, келесі тапсырма. Неліктен бериллий қасиеттері алюминийге ұқсас? Екеуі де қандай? 2 дайлы. Жақсы, келесі. Бесінші тапсырма. Сәттілік жер металдарын қолдануы. Қайда қолданылады? Оқып жүріңдер. Медицинада тағы. Yani ayrımı koy, muhtemelen sınırda. Hadi olalım dedi. Машина жасауда, авиация, тағы да. Кальцийді мысалы қайда қолданамыз? Мәрмәр, бор, құрылыста, жақсы. Так, келесі. Неліктен сізділік жер металдардың барлығы эквивалентті? Жақсы, сыртқы деңгейіндегі электроны бар. 7-ші тапсырма. Гидроксидтерінің қасиеттері қандай? Жақсы. Кальций, стронций, барий. Так, формулалары кальций хлориді. Кальций хлориді. Кальций хлориді. Магний фториді. Барий сульфаты. Так, тапсырмамызды аяқтап, біріміз ауысып, сосын тексереміз, иә? Так, бала, үйге тапсырма. 53-ші тақырып. Ой, 57-ші тақырып. Оқулықтың соңындағы жұлдызшамен берілген бірінші, екінші, елдер, және жетінші тапсырма. Қазір. Ал балалар болдық па, сонымен тапсырмаларымызды аяқтайық. Үміт мұғалім, сізге рахмет. Жақсы, Әсел мұғалім, сізге де көп рахмет. Өте қызықты сабақ болды деп ойлаймын. Мұғалімдарға тексердіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңдар оқушылар, балалар.